Сәлем достар, сәлем. Менің өміріме пайдасын тиген бір ақиқатты біліммен бөлісіп кетейін. Ол қарындаштың маңайында болатын ақиқатты. Достар, менің каналыма жазылып кетіңіздер, лайк басып маған жігер беріп отырыңыздар. 1000 подписчигім болсын деген менің мақсатымның себепкері болыңыздар. Соныменен қарындашты жасаушы бір қарындашты жеке қойып, қарындашқа айтыпты: сен әлемдегі қарындаштың қарындашы боласың. Егер менің айтқан 5 нәрсемді есіңе сақтап жүрсең. Ең бірінші, мен саған талай мүмкіндіктерді бердім. Игі жақсылықты істейтін мүмкіндіктерді бердім. Бірақ ол мүмкіндіктер ақиқатты болу үшін сен өзіңді біреудің қолына ұстауға рұқсат етуің керек дейді. Қарындаштың жақсы екенін, жаман екенін қашан білеміз? Қолымызға ұстаған кезде білеміз. Екінші, қарындашты жасаушы қарындашқа айтты: екінші есіңе сақтайтын зат уақытылы сені ұштап отырады. Ұштаған кезде сен ауырлықты сезінесің. Но ол ауырлық сенің әлемдегі мықты қарындаш болуыңа өте маңызы зор. Соны есіңде сақта. И үшінші, қарындашқа айтыпты: сен қате жібердім деп қорықпа. Мен саған өз қатеңді өзің түзеуге мүмкіндік беріп қойдым депті. Яғни қарындашпен қате жазылған болса, өшіргішпен өшіріп тастауға болады. Төртінші, сенің есіңде сақтайтының, сенің құнды затың сенің сыртындағы ағашында емес, сенің құндылығың ішіндегі өзегіңде. Өзекте, ішінде депті. И бесінші, мен саған мықты мүмкіндіктер берем. Сені қай жерде қолданғанда да сен жақсы із қалдыра аласың. Қандай жағдай болсын, қандай жағдаяттар болсын, сен жазуыңды тоқтатпа деген керемет дана сөздерді естіген қарындаш әлемге саяхатқа барғанда сол 5 нәрсені ойында ұстаймын деп уәде беріпті. Осы қарындаштың мысалында біз Алла тағаланың жасаған қарындашымыз. Ең бірінші, Алла тағала бізге мүмкіндіктер береді. Алла тағала бізге мүмкіндіктерді толтырып беріп жерді. Ең бірінші, мүмкіндіктерімізді қолдану үшін біреудің қолына ұстату керек. Адам баласы кімнің қолына ұстатамыз? Ең бірінші, егер біз зайырлы мемлекетте тұрған болсақ, заңға бағынуымыз керек. Екінші, қазақтардың өздерінің заңдылығы болған ұят деген тема. Сол ұят деген тема қазақ халқының заңдылығы. Біреудің қолына ұстат. Алла тағала егер сені қазақ қып жаратқан болса, өзге тілдің бәрін біл, бірақ өз тіліңді қадірле. Одан кейін біреудің қолына ұстату. Мысал ретінде айтайын. Тәуелсіз жігіт, тәуелсіз қыз отбасын құрам дейді. Екі тәуелсіз адам отбасын құрып. Бұл тәуелсіз өзінің ер жігіт, өзінің кешегі әдетінен құтылмай, келем десе келіп, кетем десе кетіп, қыз кешегі әдетінен құтылмай, тәуелсіздігін жасап, өзінің басындағы заңдылығын орындап жатса, ол бақытты отбасы болмайды. Мына екі тәуелсіз адам тұлғаралық тәуелділікке келген кезде бай қуатты, бақытты отбасы болады. Сол себептен қазақ халқы қарым-қатынасқа бағынбаймыз. Біз қарым-қатынас, адам күні адаммен, мына екінші адам басқа адам болмай, сен жалғыздан жалғыз өзіңнің мақсат
арманыңды орындай алмайсың да. Адам күні адаммен екенін түсіну керек. Екінші, ұштау. Алла тағала қарындаш болған соң бізді ұштайды уақытылы. Ұштаған деген сөз ол сынақ. Сынақ көтере алғанына сынақ береді деп жатады. Сынақ келгенде қуану керек, Алла тағаланың назарындамыз. Бірақ сынақ не үшін келеді? Біз дұрыс емес жолға түскен кезде. Алла тағаладан қашан маған сынақ келеді деп күтпей, біз қарындаш емеспіз. Біз өз өмірімізді өзіміз жасатып алу үшін, Алла тағала бізді терлетпеу үшін, біз өзіміз терлеуіміз керек. Адамның ең басты мақсаты өз санасын дамыту. Қалғанын бәрі Алла тағаланың құзырында. Бай да, бала да Алла тағаланың құзырында. Біз аманатқа қиянат жасамауымыз керек. Бізге аманат қып денені санамызды берді. Дене тәртібі арқылы сана тәртібін. Табиғатты Құдай жаратты. Табиғатпен ұштасып, ертең ете тұрған адамның ырысы артық деп, ерте тұрып, суымызды ішіп, табиғатта серуендеп, терлеудің барлық жағдайын өзіміз жасап отырсақ, өзімізді ұштап отырсақ, білім қараңғылықтың алдын алады дейді. Өмірде қанша уақытта келсең, сонша уақыт білім алудан жалықпау керек. Мен білемін деген адамдардың барлығы ол архивте болатын адамдар ғой. Мен білгенімнен білмегенім көп деп. Мына әлемдегі бүкіл мүмкіндікті алу үшін біз ашық болуымыз керек. Үшінші, қарындашқа не деді? Сен қате жібердім деп қорықпа. Сенде мүмкіндік бар деген сияқты, бізде де мүмкіндік бар. Алла тағала біздің қателігімізді кешіреді. Қатесін түсінген адам патша болады дейді. Қатемізді түсіну арқылы келесі жолы басқа қадамды талдау арқылы жасасақ, барлық іс-әрекетіміз дұрыс болады. Төртінші, қарындашқа да айтқандай, сенің құндылығың сенің ішінде. Жаңа дене тәртібі арқылы сана тәртібін, рухыңды көтеру арқылы, іліміңді, біліміңді көтеру арқылы сен өз қасиетіңді, өз құзыреттілігіңді, өзіңнің жеке құзыреттілігіңді, кәсіби құзыреттілігіңді ұштап отырсаң, сен тұлғаның тұлғасы боласың. Бесінші, қарындашқа айтқан сияқты, қай жерде істеймін десең де, қандай іспен шұғылданамын десең де, Алла тағала бізге мүмкіндік берген. Сол мүмкіндікте біз соңымыздан дұрыс із қалдыру. Қандай да қиыншылық болған кезде де, қандай да жағдаят болған кезде, жазуыңды тоқтатпа дегендей, армандауды тоқтатпа. Сынақ келген кезде де. Сынақ не үшін келді деп, өзіңнен қай қасиетіме келді деп. Егер сондай талдау арқылы жасап отырсақ, тұлғаның тұлғасы боламыз. Бізге Алла тағала бақытты болуға, бай қуатты болуға бүкіл мүмкіндіктерді берген. Барлығы өзіміздің қолымызда. Адамның істеген адам істей алады. Сондай жігермен, осындай дана қарындаш арқылы сабақты мен өзім 20 жыл бұрын естіп, осы 5 нәрсені санамда ұстаймын. 5 нәрсені білгендіктен мен білем ұштау керетінін. Егер мен өз-өзімді ұштамасам, Алла тағаладан сынақ ретінде ұштау келеді. Сондықтан адамның басты міндеті өз санасын дамытуда. Пайдалы эфир деп ойласаңыздар, қоршаған орталарыңызбен бөлісіп, менің каналыма подписка жасап, лайк басып, мені жігерлендіріп отырыңыздар. 1000 подписчигім болады деген менің арман мақсатыма септігін тигізіңдер.